Сәлем достар, ата заңды ардақтау әрбір азаматтың ең асыл парызы. Ендеше бүгінгі күні Жас Атырау KZ порталы Атырау халқының Конституция заңын қаншалықты білетінін тексеріп көрмек. Саламатсыз ба? Аман есен, жақсы. Саламатсыз ба? Қазақстан Республикасының заңы неше тараудан, неше баптан тұрады? Айта алмадым. Қазақстан Республикасының ата заңы неше тарау, неше баптан тұрады? 99 бап, 9 тарау. Из каких статей раздел состоит Конституция Республики Казахстан? Конституция нашей республики состоит из 9 разделов и 98 статей. А знаете вы свои права? И обязанности? Нет, я сейчас сразу так затруднюсь сказать. Жалпы өзіңіздің құқығыңызды, заңыңызды білесіз бе? Білем. Мысалы қандай заңдарыңыз? Мысалы еңбек ету, дұрыс. Сосын тәрбиелі болып, жастарға тәрбиелік үйрету. Өзіңіздің құқығыңызды білесіз бе? Мысалы, адам ішке жекеменшік басына Жалпы өзіңіздің заңыңызды қаншалықты білесіз? Міндеттеріңізді, құқығыңызды? Құқығымды білем деп айта аламын. Мысалы, қандай құқықтарыңыз бар? Мысалы, осы тұратын жерімде еркін өз құқықтарым, міндеттерім бар екенін, жұмыс жасайтын жерімдегі міндеттерім, өз құқықтарымды жалпы өмірдегі. Что вы знаете про свои права? Мои права – это я имею право на выбор, на жизнь, на учение и так далее. Ал егерде сіз дүкеннен, яғни магазиннен киім алды дейді. Ол киім бірақ сізге ұнамай қалды. Сауда орталығынан алған киіміңіз. Сіз ол киімді қай уақытқа дейін, қай уақыт аралығында тапсыра аласыз? Ары кеткенде бір күн, екі күннен артық тапсыруым керек. Солай ойлайсыз? Солай ойлаймын. Сколько разделов и статей Конституции Республики Казахстан? Ну, здрасте, я же не юрист. Ну, давайте я вам задам такой вопрос. Сколько марок металла вы знаете? Ну, вот все, на этом разошлись мы. Представим то, что вы пошли в магазин, и вам не подошел размер. И через сколько дней вы можете возвратить? Если мне не подошел размер моей одежды купленной, то я имею право возвратить этот товар в течение 2 недель. Ну, всем казахстанцам я, конечно, желаю большого голубого неба, чистого, мира, дружбы. Всего самого-самого хорошего, что можно пожелать тем людям, с кем вместе живешь по соседству. Өзіміздің заң, конституция күні құтты болсын, халқымыз аман болсын, ел тыныш болсын, әділдік болсын, басқа не айтамын. Сәлем достар, бүгін біз Жас Отан жастар қанатының ұйымдастыруымен жас кемп лагеріндеміз. Бұл лагердің басты бір ерекшелігі бұнда тек қана Атырау қаласының жастарымен, сонымен бірге Атырау облысының әр ауданынан келген ең белсенді жастар бас қосты. Ендеше бүгінгі жастардың көңіл күйін алдағы уақытта білетін боламыз, бізден алыстамаңыздар. This is the end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn over and over. Қазақстанда 7 мемлекеттік деңгейде аталып өтілетін мемлекеттік мерекелер бар екен. Соның екеуі тікелей мемлекеттік құрылысқа қатысты. Ол бірінші тәуелсіздік күні, екінші Конституция күні. Конституциямыз сол мемлекеттігіміздің бір темір қазығы сияқты. Бүкіл өмір тіршілігімізді
осы Қазақстандағы өмір сүру тәртібін қалыптастыратын негізгі құжат. Сондықтан осындай үлкен Конституция күні қарсаңында мынандай жас кемп деген атаумен жастар жиналып жайықтың жағасында бас қосып әртүрлі мәселелер талқылап ой пікірлерін бөлісіп жатқаны өте қуанышты жағдай. Сондықтан бүкіл жастарды келе жатқан Конституция күнімен құттықтаймын. Жастар өздерінің әлеуеттерін сарқып елдің болашағына жұмсай беруіне тілектеспін. Рахмет. Құрметті жастар, сіздерді Конституциямыздың 20 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Бұл мереке жастар үшін маңызы зор, себебі еліміздің қалыптасу үшін, қазіргідей жағдайға жету үшін қабылданған 1995 жылы қабылданған басты құжаттардың бірі. Мерекелеріңіз құтты болсын. Мына шетелдің қай-қайсысына барсаңызда, Қазақстан десе елең деп атады. Назарбаев десе өзі осы құрметпен қарап атады. Соны мақтаныш тұтамыз. Ал өйткені бізде сол заңның барлығы, тәртіптің барлығы, егемендіктің барлығы үлкен мерей. Сол мына мемлекетіміздің үлкен бір өлкесі, үлкен мұнайлы өлкесі, Атырау халқы, осыған үлкен бір қуанышпен, салтанатпен атап өтіп жатыр. Біз де соның біреуіміз. Рахмет. Барша Атырау облысының тұрғындарын Атазаң мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Әрқашанда еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, тұғырымыз әрқашанда биік болсын дейміз. Отбасыларыңыз аман бол. Қоңыр тобының атынан мереке құтты болсын.